Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендерім. Каналыма алғаш рет келген болсаңыз, қош келдіңіз. Бүгін сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Егер сіз де автомат кір жуғыш машинаны қалай тазалау керек екенін білмей жүрсеңіз, осы видео сізге арналады. Видео барысында машинаны қалай толықтай тазалау керектігін анық түсіндіретін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Егер менің арнама жазылмаған болсаңыз, жазылып, алдағы қызықты видеолардан құр қалмаңыз. Бізге тазалау үшін артық нәрсе керек емес, барлығы қолжетімді заттар. Ең алдымен сіздерге кір жуғыш машинамның тазаланбаған түрін көрсетейін. Байқап тұрғаныңыздай, іші лас, шыны қақ түскен және ішінде жағымсыз иіс пайда болған. Енді тазалауды бастайық. Алдымен ұнтақ салуға арналған лотокты видеода көрсетілгендей, яғни ортасында осындай белгі болады. Тура видеодағыдай ақырын лотокты шығарып аламыз. Бізде лоток құрғақ болған соң, оны алдымен сумен шайып алдым. Артық затын ақырын суырып алдым және тазалауға кірістім. Тазалау үшін жай ғана тіс жуатын пастаны қолдандым. Бұл қақты химикатсыз оңай кетіреді әрі жағымсыз иісін жоқ қылады. Барлығын жақсылап тіс щеткасымен ысқылаймыз және кем дегенде 5-10 минутқа осылай қалдырамыз. Енді лотоктың орнын тазалаймыз. Мен тура лотокты тазалағандай тазалап шықтым. Бұл жерді де мұқият тазалау керек, себебі жағымсыз иіс осы жерде де тұрып қалып жатады. Лотокпен орнын жай ғана ысқылап, сүртпей жумай қойып кеттім. Оған дейін кір жуғыш машинаның ішін және шыны терезесін жуамын. Бұған да мен тіс пастасын қолдандым. Машинаның ішін барабанын жақсылап пастамен ысқылап шықтым. Енді сыртына көшеміз. Әрине бұл қатты күшті талап етпейді. Ысқылап болған соң тек осы шеттері мен сыртын ғана ылғал шүберекпен сүртіп шығамыз. Ішіне тиіспейміз. Оған дейін біздің лотокта 10 минуттай тұрды. Енді осыны жуып шайып аламыз. Мінекей, біздің лоток осындай тап-таза болып ағарды, қақ түскен жері де оңай кетті. Енді осыны орнына орналастырамыз. Айтпақшы, лотоктың орнында бір сүртіп алған болатынмын. Ол видеоға түспей қалыпты. Енді машинаның жағымсыз иісін кетіріп, ішіндегі қақ түскен жерлерін тазалауға кірісеміз. Оны машина өзі тазалайды. Біз тек барабаны мен лотокқа 30 граммнан лимон қышқылын салып шықсақ болғаны. Осы жерді мұқият қараңыздар. Мен машинаны іске қостым және режимін очистка барабана деген режимге қостым. Очистка барабана деген режимді қосқаннан кейін машина ішкі қақтарды өзі 2,5 сағатта ыстық сумен тазалап шығады. Бізге тек 2 сағат күту ғана қалды, ал оған дейін сыртын жақсылап сүртіп шығамын. Мінекей, біздің машинамыз тоқтады. Ішіндегі барлық қақтары жағымсыз иісі түгелімен жоқ болып кеткен. Бұл менің өз әдісім. Осы кезге дейін машинаға ешқандай колгон немесе қақ кетіретін неше түрлі химикатты ұнтақтар қолданбаймын. Себебі оның барлығына бәрібір лимон қышқылы қосылады. Ал лимон қышқылы химикатсыз және өте арзан. Бізде соңғы тазалық қалды. Бұл машинаның фильтрі. Бұл әр машинада болады, кейбіреуінде артында болады. Бұны да әр тазалық сайын тазалап отыруымыз міндетті.
Фильтр есігін ашқаннан кейін осы қақпақты қатты күшпен солға бұрайды. Астына міндетті түрде құрғақ шүберек қойып алу керек. Себебі бұл жерді ашқанда аздап су кетіп қалып жатады. Міне біздің фильтр және орны бұл қайта сәл тазаланып қалған, себебі біз жаңа лимон қышқылымен машинаны тазалап шыққан болатынбыз. Лимон қышқылы фильтрге де жақсы әсер етеді. Енді осыларды паста щеткамен ысқылап, шүберекпен жақсылап сүртіп аламыз, фильтрді жуып аламыз. Фильтрді шайып болған соң қайтадан орналастырып қақпағын жабамыз. Осымен кір жуғыш машинамыздың жалпы тазалығы аяқталды. Көріп тұрғаныңыздай машина тазалықтан өткен түрі сәтті аяқталды. Осы әдісті 3 айда бір рет немесе 6 айда бір рет жасасаңыз болады. Машинаны ұзақ уақыт тазаламасаңыз жағымсыз иіс қатты шығып, қақ түсіп, бұзылып қалып жатады. Кейбір кезде машинаның фильтрі толып, астына кір су жиналып, ол кір сулар киім жуғанда таза сумен қосылып, киімді жуып кетіп жатады. Ал ондай жағдай болмас үшін міндетті түрде тазалап отырыңыздар. Бүгінгі видео сізге ұнаса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіз. Кері байланыс міндетті түрде болады. Сіздермен болған Каусар. Келесі видеоға дейін амандықта жүздесейік.